кетседім екен. Қап, нем бар еді? Кешірші, Әпшін. Кешірші. Әпшін, мен ол сағатты қалайда қайтарамын. Бәрін де ретке келтірем. Тек уайымдамаңыз. Болды. Дайындықты бастаймыз. Қалғандар қайда? Әшір жүрген шығар, кафеседі. Жарайды, өзіміз бастай берейік. 34-ші бетті ашыңдар. Саламат апай, кірсем болма. Кіріп қойдыңдар ғой уже. Тағы кешіп келді апай. Бұлар кешіп келмесе, әлем өзгеріп кетеді ғой апай. Бүгін не сылдап айтады екен? Сен не жұмысың бар? Қалай осынша кешуге болады? 6-шы сабаққа кеп тұрсыңдар ғой. Сәл-сәл күтіп, түскі класспен бірге келе бермедіңдер ме? Алида, ойра, ауыздарын жабыңдаршы, апай өтіп кетіңдер ма не? Тынышталыңдар. Не үшін кешігіп жүрміз? Апай, айтсам сен біз карчо бұлай болды. Бұл мектепке барғым деп отқан жоқ ше? Иә, мен де ғой. Қасым. Жігіттер, бұл мектеп кешік барын қойшы. Бекерде апайдан ұрыс естейміз. Апайға ше, үлкен апаны жолда өткізу уже. Сылтауды емес, өтпейді апайға. Қорқыны ровно 9-да кіріп барамыз. Сол үшін де бар ғой, кіріп шыға салайық, пісте ала салайық, турникке тартына салайық деген әңгімені азайту керек. Иә, дұрыс айтасың. Мә, айтпақшы, Бусик кән? Иә, хабарлас соған. Ол ұйықтап жатқан шығар әлі. Ешме хабарласың, қажет жоқ, мен келдім. Бусик. Бот, қалайсың, жақсың ба? Бот 41-ші домның жігіттер саққа дайын. Дүкенге кіріп, су алып шығатылайшы, мен келде құрдақ жемем, шөлдіп тұрмын. Қумаш, Бусик, біздің ондай сөзді азайту керек. Итак, күнде апайдан ұрыс естейміз. Бүгін ертерақ барайық. Иә, бот, кеттік. Кеттік. Неге сол кезде әпкемді итеріп қалдым екен? Өзімді әлі күнге дейін кешірмеймін. Жоқ, бұлай отқаным жарамайды. Тезірек барып, сағатты қалайда табуым керек. Бізде осы маңайда Сергейлі Нұржан деген эсто бар еді. Қалай қарай жүрем, айтып жіберіңдерші. Сергей Нұржан ма сізге тіке? Жоқ, ағай бұл білмейді, ойнап айтып жатыр. Жігіттер, бізде проблема керек жоқ. Қоша, жақсылық жасаған жақсы адамның ісі. Бір қайыры болар. Жақсылықты өздеріңіз істей беріңдер. Мен кеттім мектепке. Аға, қазір келесі светофордан оңға бұрылас қой. Аға, сәл жылдамырақ жүріңізші, қазір кешеміз. Болды, жігіттер. Маған көрсетіп жіберсеңдер болды. Сосын сендер мектепке де барып тастаймын. Иә, біз сол жерін түсіп қала салайық, ары қарай мектепке кетеміз. Аға, ішетін су бар ма? Шөлдеп тұр. Су ма? Бар. Бірақ бұны ішпей-ақ қоясың ол. Неге? Асқазаным ауырып жүргеннен кейін осы суды ішіп жүрген ғой. Сен ішсең, сен ішуің өте мүмкін. Аға, бұған ештеңе қылмайды. Бұл кішкентай кезінде бензин ішіп қалады. Өлген жоқ бәрі. Саған күлкі болса болды екен да. Қандай су болса да іше береміз, шөлден өліп тұр. Береміз. Мә, онда ішіп көр. Саған күлкі болса болды екен да сол. Рахмет аға, шөлім қанып қалды ғой. Өзі ішің қалай? Нормально ма су? Аға, сіз сағат туралы біледі деп естідім. Ол сағат қайда екенін айтасыз ба?
Сағат дейсің ба? Ол сағат мұртты қыздарда. Мына қаланың шетіндегі ескі ғимарат білесің ба? Ей. Ол сонда болуы мүмкін. Сонда барып көр. Жақсы, рахмет. Сөйтіп, Босик, әлгі суды іштің бе? Иә, іштім. Ештеңе қылмады ма? Басында еш нәрсе қылмады. Білгенім осындай болатын. Мына уақыт тұрған жерге жаяу ақ жететін еді. Тезірек жүруіміз керек. Бір айналсын, шын айналасын ғой түйеді. Омай. Қабекең ауысың, тағы ұшып қалды ғой, а? Шамалақ қабет жететін жерімізге. Аға, енді өзіңіз амалдап жетерсіз. Біз кеттік. Балалар, қайыр қылсаң бүтін қыл деген. Шамалақ қалды ғой. Бір жақсы жасасаң, саған екі жақсы болып қойдады. Көмектесіп жүріңдер енді. Аға, ренжімеңіз, мен көмектесерім, бірақ сәл кешіксе навар бізді жеп қояды. Иә, мейлі. Онда кетсеңдер кете беріңдер. Сол таксиге сүйретуге беретін ақшаны сендерге ақ берем ба дедім. Мейлі онда. Рахмет көшейін ниетіңізде, бірақ керек жоқ. Жігіттер, бізге қанша теңге өреді екен? Білмеймін. Әйтеуір мал бұл жүрсің, құлап тұрған жоқшы. Жана бермеңдер. Бізде көмектесек те маған да көмектесуге мысалы су берді. Ай, ішім! Рахмет, жігіттер. Сау болыңдар. Сағат қайда? Айттым ғой ұрлап кетеді деп біреу. Неге тастап кеттіңдер оны? Кім ұрлауы мүмкін? Жаңа ғана тұр еді ғой. Үзін суытпай тезірек тауып алайық та. Қыздар, кім ұрлауы мүмкін? Ана қараңдар. Ойбой, бір жақсылық жасасаң, екі жақсылық қайтады. Қане екі жақсылық? Өзіміз минусқа кіріп кеттік. Мынау шықты данышпан тапқырыш. Мә! Неге осындай жоқ болдыңыздар? База жоқ бар ғой. Ұрса бермеңдер. Ұрысқанның түк пайдасы жоқ. Өйстік, ішің қалай? Әзірше жақсы, бірақ әлі де өзіме сенімсізбін. Өзің сол суды өлден шештің ғой. Білмедім ғой енді өйтіп ауыратын. Нәуне? Сағат? Кәм көрейін? Анадан түсті. Ей, бауырым, тоқта! Сағатым түсті! Қайда берейік, енші жетіп алайық. Кейін артынан өлгенше жүгірдік. Уақыттарын тек біреулерді қоламен өтіпті да, қыз жүгіре бергенше мектепке қарай жүгірмейсіңдер ма? Айда, старсмын деп не болды соны айта бермеш? Не болса соны емес, дұрыс логичный нәрсені айтып тұр. Тыныш. Осыған бола сонша уақыт кешіктіңдер ме енді? Апай, ары қарай тыңдасаңызшы. Шым! Не болды? Апай, сыртқа шықпаса бола ма? Ары қарай былай болды. Братан, тоқтасайш! Сағатың! Өз қалт қайтармақ қойыңыз, терік болса өз-ақ тоқтайтын еді ғой. Ол тұсқанын білмей ғой, әйтпес тоқтайтын еді ғой. Қызық екен неге тоқтамай жатыр? Ол ғана емес, мен ішімде тоқтамайтын сақпан жігіттер мен кеттім. Бар. Оське, ол болды. Ендігі шибал су ішпейді. Шибал су емес, қордақ жемейтін болды. Үшеуде де бірдік мұрт бар ғой.
барлығы бірдей болып мұртпен туылмайды ғой, тем более қыздар. Құлаққа неге лап шарып тұрсыңдар? Аида, тағы бір нәрсе айтсаң төбелесіп қалатын сияқтымыз. Тыныш отырсай? Аида, мен төбелескенше мұрты бар қыздармен төбелеспедіңдер ме? Науда бір шыдасын сен, қазір төбелесеміз. Соны айтамын. Осылар сияқты ғой. Не осылар сияқты ғой? Не емес кім? Ал жарайды, кім? Не болған түсіндіріңдерші? Өтірік ақымақ болмай тез сағатты қайтарыңдар. Қандай сағат? Қолда тұрған домбырамайын, сонда сағат емес. Ой, жаңа бір баладан түсіп қалды, оның артынан құладық, сонда да жете алмадық. Біреуден түсіп қалды ма, әлде сендер бізден ұрлап алдыңдар ма? Жігіттер, бәлешін аулық бере салайықшы. Солай ма? Содан қыздардан таяқ жеп қалдыңдар ма енді? Апай, жоқ, таяқ жегенде... Апай енді олардың қолында ағаш болды ғой. Бұлар ағаш болмаса да таяқ жейтін сияқты ғой. Ары қарай не болды? Мынауың қызып қапты ғой, жаңа ғана сенбей отыр еді. Ары қарай қалай отырып құрастырады екенсіңдер, сол қызық болып жатыр. Содан қыздардан таяқ жеп қалдыңдар ма енді? Тұлдыр жігіттер. Біз қайдамыз? Біз қайдамыз? Бізді босадыңдар. Өлтірмеңдер бізді. Айқайлай бермеш, құлағым жарып барады. Көмектесіңдер! Жіберіңдер бізді. Оянықты ғой мыналар? Қайырсаң жігіттер, қалайсыңдар? Бізді өлтірмеңдер, жіберіңдер бізді. Қыздар, ене мұрты бар қыздар. Өтінен бізді жіберіңдер, сабаққа кешігіп бара жатырмыз. Қайдағы сабақ? Өз сабақтан кешіктік. Кән сағатты көріңдер. Сағат қанша болды? Сағатты көріңдер. Сағат 11-ден 50 кетті. 11-ден 50? Біз осыншама уақыт ұйықтап жаттық па не? Точно кешіктік. Бұл сағатты не үшін ұрламақшы болдыңдар? Қайтадан басталды. Біз бұл сағатты ұрлайын дейін жоқпыз. Бұл сағат бір баладан түсіп қалды. Және ол баланың артынан барып едік, ол жеткізбей кетті. Бар болғаны осы. Ой, не кетті өзі? Түсінбей қалдық қой. Бұл сағатты біз кеткенде сендер ұрладыңдар. Бұл сағат сендерден табылды. Енді сендер жауап бересіңдер. Біз не үшін жауап беруіміз керек? Бұл сағаттың соншама құдіретіне біз байлап қоятындай. Бұл саған жай ғана сағат емес. Бұл сағаттың арқасында сен өткен шаққа оралуға болады. Мысалы, былай. Не болып кетті өзі? Бұл біздің армен кездескен жеріміз ғой. Апай, мен мынадан басқа артық ести алмаймын. Мынау таза өтірік қой. Бұлар жол бойы осы құрастырып келген сияқты ғой. Ештеңе құрастырған жоқ, мұның бәрі шындық. Апай, сен мама? Кір. Бойчиктің су ішіп іш өткеннен басқасының бәрі ертегі. Соны айтам, мұрты бар қыздар, сиқырлы сағат. Ертегі айтып бер десе бұлай айта алмас еді. Ма, осы сендерге не жетпейді? Сенбесең сенбей тыныш отырсай? Содан тағы қандай хикая болды? Апай, бұлай болды. Көрдіңдер ме? Біз өткен шаққа оралдық. Сағат 10-15 минут өтті. Бірақ болашақта болған оқиғалардың бәрі есімізде. Да сағат? Не? Өттік сізде бермасын. Бір күн мектепке кешікпей барайын десем, осы ғой, бәрі бұтшыт болды. Айтпақшы, Бошиканы? Ол кім тағы да? Біздің 4-ші досымыз. Біреуді өтірік ойдан қосып алудың қажеті жоқ. Жоқ, ол біздің досымыз. Шынымен. Ей, болды қойыңдар. Қыздар, өтініш сендерден кешірім сұраймыз. Бізді өткен аулаға апарыңдар, сабаққа ерте шыққан кезімізге. Армандапсыңдар, сендер бізге қажетсіңдер. Не үшін? Бұл мұрт мына сағатты пайдалана алмағандықтан шықты. Бұл мұртты кетіре алмай жүргенімізге біраз болды. Сендер қазір біздің айтқанымызды істесеңдер, есесіне біз сендерді босата саламыз. Жарайды, бірақ бізде ештеңе болмайды ғой. Иә, анау айтқандай ешірсе болмайды. Жай ғана біздікіндей мұрт өсіп кетеді. Жоқ, біз бұған келіспейміз. Сендерден келісесіңдер ме деп ешкім сұраған жоқ.
Босик, ал сен бұл уақытта қайда болдың? Босиктің қайда болғаны айтпасақ та түсінікті емес пе? Ішімен әлек болып жүрген шығар. Мен тек қана солай жүрді деп ойлайсыңдар ма? Мен Тоқта, сен кімсің? Сағат қайда? Қандай сағат? Әлгі бала сенсің бе? Сағатты менің достарым мен бір қыздар алып кетіп қалды. Мұрты бар қыздар. Мен ол сағатты олардан әренген ұрылып кетіп едім. Жолда түсіп қалыпты. Айтпақшы, менің атым Медет. Енді ол сағатты да, сенің достарыңды да құтқарып алуымыз қажет. Неге? Неге? Саған дос керек емес пе? Маған керек. Жүр кеттік, мен олардың қайда екенін білем. Жарайды. Қане бәрі өз еркімен сағатты тағып өткен шаққа ораламын деп айтыңдар. Жоқ, біз келіспейміз. Бұл жерде бір шикілік бар. Әрең жеңдік қой. Жігіттер, бұл сағатты маған беріңдер. Мен өте үлкен қателік жасап қойдым. Сол өткен шаққа оралып, сол қателікті түзеуім керек. Бұл сағат бізде де керек болып тұр. Себеп біз сабаққа кешіктік. Сол сағатпен азанғы уақытқа барып, сабаққа ерте барамыз. Саған сағат не үшін керек? Негізі бұлай болған. Атсай! Бұл! Тез бұл! Атадан бұзай! Бұл! Медет, әлі отсың ба? Сабағыңды оқысай? Бұл. Қойшы, кейін оқиын. Қазір мама келген соң ұрсады ғой, азаннан бері ойнап отырсын, жететін шығар. Ай, басын ауыртпай барса не қай? Қызық жеріне келдім. Медет дедім саған. Қойсай? Неге алып қоясың, ақымақ? Не шаруың бар менде? Әке бер. Әке. Әпке не болды? Міне сол кезден бастап әпкем естісі жатыр. Мен осы қателігімді реттеген соң, бұл сағатты міндетті түрде сендерге әкеліп беремін. Сендер қайда боласыңдар? Біз бөлсек, 158-ші мектепте оқимыз. Қазақстан тарих кабинеті. Сен егер шынымен келетін болсаң, біз апайдан ұрыс естіп тұруымыз мүмкін. Жарайды. Сағатты дұрыс қолданасың ба? Егер дұрыс қолдана алмасаң, ана бір реттегідей қыздардікі сияқты мұрт шығып кетеді. Жоқ, білмеймін. Не болса да көрерміз. Тәуекел, сағат өтініш, сол кезге оралайыншы. О, жүзеге асқан секілді ғой. Енді кешіксек те мектепке барайық. Жігіттер, қарным ашып кетті. Бір жерден тамақ жеп алайықшы. Әне, ана жерде бір нәрсе сатып алған сияқты. Кеттік ендеше жеп алайық. Жарайды. Кет. Сонымен тамақтануға тағы тоқтадыңдар ма? Аш қарынға өтірік айтамай қаламыз деген ғой. Апай олар қыздармен төбелесем деп қарны ашып қалған ғой. Егер дау жоқ екен бар ғой, тоқтасаңдаршы, қазір біз тамақтануға келген кезде күшті хикая болды. Әпке, жейтін бір нәрсе бар ма? Қарным жаман ашып. Бар, пирожки бар, беляши бар. Әркімге екі беляшиден бере салыңызшы. Алыңдар. Беляши қанша теңге? 200 теңге. Сіз қашты! Ей, балдар, тоқта төлеңдер ақшаларында. Балалар, ей, балалар! Барлығы осылай ғой, апай. Қазір
сол біз маньяк апайдан қашып келатыр. Маньяк, соң вообще қызық болып кетті. Жарайсыңдар. Апай болардан күшті ертегі шығады. Сонымен өтіріктерің таусылды ма енді? Апай, біз өтірік айтып жатқан жоқпыз. Бұл шын. Ой, кешіріңіздер. Апай, мына сағатты мына балдарға бере салсам бола ма? Осылар кеді. Ой, медет қалай? Айыру жағдай ма? Иә, жақсы. Айтпақшы, сендерді ана ар жақта бір апай іздеп жүр. Айтуынша Беляшидің ақшасын төлемей қашып кетіпсіңдер. Не? Апай, айттым ғой сізге, сіздер болсаңыздар сенбедіңіздер. Бір сағатта өткен шаққа орнайық. Тез бізді таңертеңгі ауладағы кезге апар. Сағат 8-ден 15 минут кетті. Жақсы болды, сабаққа үлгереміз. Отыршы, мұртымыз не істейміз? Қой бер, бір күн маскамен жүреміз, қалған күндерін амалдаймыз. Бопты, кеттік. Жігіттер, дүкенге кіріп шығайықшы, сол алайықшы. Мен кеше түнде просто қордағы жегенім. Ой,